Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бір күн Зайнап. Мен сіздерге осындай өте керемет болып шығатын долма рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге пияз керек болады. Пиязды ұсақтап тураймыз. Пиязды өте майдалап тураймыз, өйткені қазір бізге жүзімнің жапырағын ішіне салған кезде пияздар үлкен болып кетпеу керек. Осылай майдалап тураймыз. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, пиязымызды салып, сәл қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылғаннан кейін тартылған етімізді салып, жақсылап, бұны да араластыратын боламыз. Енді жуып дайындалған күрішімізді алып, жақсылап араластырамыз, үшеуін қоса отырып. Көп қуырудың қажеті жоқ. 10 минут қана қуырсаңыздар жеткілікті. Дәміне қарай бұрыш, тұз, паприка, қалағандарыңызды қоса берсеңіздер болады. Енді қайнап тұрған ыстық суымызға астын сәл шай қойып, жүзімнің жапырақтарын салып бұқтыратын боламыз. 2 минут қана бұқтырсаңыздар жеткілікті, одан артық көп ұстамаңыздар, өйткені жүзімнің жапырағы жыртылып кетуі мүмкін. Бұқтырылып болғаннан кейін осылай жай ғана қатты күш салмай табағымызға салып аламыз. Енді біздің салмамыз да дайын, жүзімнің жапырағы да дайын. Біз жүзімнің жапырағын сырт жағын аударып, яғни салмамызды сыртына саламыз. Өйткені жылтыр жағы әдемі болып көрініп тұру үшін. Жақсылап осылай ораймыз. Жан-жағынан фаршы шығып кетпеуі керек. Тағы бір рет көрсетейін. Осылай іш жағына салмамызды саламыз. Бір чайна ложка салсаңыздар жеткілікті. Осылай жақсылап орап, салмасы шығып кетпейтіндей ораңыздар.
Енді дайын болған долмамызды осылай қазанымыздың ішіне жақсылап орналастырып шығамыз. Енді біз дайын болған долмамыздың үстіне жай ғана су емес, осылай соус жасаймыз. Менде дайындалған аджика есебінде және де осылай томатный соус қосамыз. Бір ас қасық қоссаңыздар жеткілікті. Мен көбірек қостым, бірақ видеоға түспей қалыпты. Және де осы долмамыздың бетін жауып тұратындай тарелканы қойып долма бетіне және осы соусты құйып шығамыз. Томатный соуспен долма жасайтын болсаңыздар өте керемет болып шығады. Және майлы болып тұру үшін, яғни суы тартылған кезде асты жабысқанмау үшін осылай сары майымызды осылай бөліктерге бөліп орналастырып шығамыз. Енді қақпағын жауып, жай отта пісіріп қоямыз. Астын жай отқа қойыңыздар. Енді бізге соусына қаймақ керек болады. Және бұрыш, тұз, өздерің қалауларыңызша, және де чеснок и укроп қоссаңыздар болады. Бізде қаймақты соус өте дәмді болып шығады. Жақсылап араластырып, долмамен бірге ұсына берсеңіздер болады. Мінекей біздің долмамыз дайын болды. Жай отта 30-40 минуттай пісіресіздер. Астын жай қойып пісіресіздер. Өте дәмді, өте күшті болып шығады. Осылай қонақтарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Менімен болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.